Құрметті бауырлар, Қазақстан, Қырғызстанда жетіскеніп жатыр. Білесіздер ме? Мен өзім ойлаймын, кешегі нәрсе талайдың өмірін өзгерткен шығар. Күннің аязына қарамай жан деген сондай тәтті екен. Іш киімменен футболка. Сондықтан айтпақ болғаным, бұл өмірдің қандай қымбат екенін, қандай дүние екенін көрсетеді. Енді осыған айтайын дегенім, өсек таратып, тағы да қимылдайды екен, тағы да жер сілкінеді екен, бүйтеді сөйтеді екен деп сандалған біреулердің сөзін тыңдап, елдің ішіне іріткі салу, ал-фитнату ашадду минал қатл, адам өлтіргеннен ауыр болады. Сондықтан ардақтылар, құрметті үлкен кіші қауым, өзі адамның аузынан жақсы сөз шығу керек. Жағатан қазақ жақсы сөз жарым ырыс деген ардақтылар. Жақсы сөз сөйлеңіздер. Болатын балалары бір-біріне батыр дейді дегенде жақсылыққа ниет бет бұрайық. Алланың қаһары ва ахраджатил арду асқалаха. Құдай тағаланың құдіреті жердің астындағын үстіне шығарып жібереді деген құдіреті бар жан. Сондықтан жақсы сөз жарым ырыс. Бұйырса осы жақсылыққа бет бұруымыз керек. Біреудің баласы өссін, өнсін, үлкен елге жерге барсын, Американы бағындырсын, Димаштай атымыз болсын, затымыз шықсын, елдің қамқоршы болсын деп тілеудің орнына артқа қарай шұқып, бір-бірінің ақысына кіріп, өсек таратып, ғайбат таратып, бір нәрсесін қиып алып, сөзін шиіп алып, оны мұнда салғаннан қайқышуын ғанады. Бұл нәпсіңнің құмарлығын ғана қанады. Алланың алды азабыңа азап қосасың. Сондықтан жақсы істі жасайық, жақсы сөз айтайық ағайындар.